Бар мұрын енді қайырлы күн, кеш шықтым историяға апан жанына келдім. Ой келін қайда келін? Кән келін? Келін жоқ қой? Шегі? Кім? Төртеу кән төртеу? Төрт келіншек па? Жоқ. Төртеу жоқ, ол ақырып төртеу. Төртеуінің біреуі де жоқ па? Біреуі де жоқ. Ау жүрді ақтай тез үйлен деп. Қалайсың? Кім бар екен бұл өмірде? Тырнағым өскенде ғана келем. Ниетіңе сай болайын, мені сүйген жүрегіңнің. Кезінде Альберт Эйнштейн атамыз бүйтіп айтқан: өмір ол велосипедті Кезінде Альберт Эйнштейн атамыз бүйтіп айтқан: өмір ол велосипед айдау сияқты дейді. Сен равновесие ұстап тұру үшін сен қозғалу керексің дейді. Сол үшін давайте қозғалып жүрейік. Күндеріңіз сәтті өтсін. Енді мынау менің сөзім. Жазып алыңдар блокноттарыңды ашып. Өмір ол велосипед сияқты. Тоқтасаң амп етіп құлайсың. Вот, сол үшін тоқтамаңыздар, все время движениеде болыңыздар. Мынаны обязательно жазып қойыңыздар бір жерге, хорошо? Мынандай стиляган көргенсіңдер ма? Аяқты тәпішке, ой короче, чё там? Қалай тәпішкен? Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Аға майор, чё там? Короче, досым екеуміз спорт еттік, бұл кепка алам деп әңіреді, 10 минуттың ішінде алып шығам деді. Қара, Мегаға келдік, ровно 10 минуттан кейін шықпасаң мен кетіп қалам. Хорошо? Уақыт кетті, қара. 5:58 болды. Все, уақыт кетті. 30 секунд. Кетті, давай. Пока. Көтіп ақ үлгере ма, үлгербей ма? 10 минут. Так, 58 еткенде бастады. 59, 60, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. 08-де шығу керек. Сондай өзіне көп болатын адамдарды жақтырта бермейді, өзінше 10 минут бер, 10 минутта үлгерем деп. Көреміз ал? Давай, 3 минут қалды. 2 минут қалды. Әлі жоқ. Все, ровно 1 минут қалды. Мен уже қазір шыға берем. Скоростымды беттіға қойып алайын. Шықып бара жатырмын. Жан жағымда жоқ. Ешкім не вижу. Его нету. Қазір ровно 08 болғанда мен шығып кетем. Вот еще раз посмотрю. Его нету. Я выхожу. Все. 08 болды міне. 08. Я выхожу. Сука! Бля! Қан кепкің? Кепка жоқ. Жоқ. Болды. Болмайды досым, қалай? Мегада кепка жоқ деген сенбеймін мен. Жоқ, кепка бар. Енді. Маған жоқшы. Жоқ, сен один фиг алып шығу керек едің ғой, сен 10 минутта кіріп жүгіріп шыққан, қайтып шыққан қалай еді? Жоқ, мен жүгіріп бардым, көрдім, 1 магазин, 2 магазин көрдім. Содан? Екеуінде де онша емес кепка. Сен любойын алу керек едің ғой, любойын. Ой, любойын дейсің ба? Сондай спор ғой, ойын ғой, любойын алу керек. Жоқ, мен спорым досым бұл жерде, мен үлгеру. Ой, дым қызық қойш. Құрыш. Досым егер мен алып шықсам. Үйтіп мен де кіріп 10 минутта шыға салам қойш, дым жоқ екен. Мен түсірдім ғой видеоға. Ой, бля. На, екі махаббатты қараңдар, парктың ортасында отырып, не істеп жатыр? Не істеп жатыр? Сорыспаңдар, ораза емес па? Не істеп жатыр мынау? Тоқташы на, ораза деймін. Кезінде есімде осы жаққа мектеп кезде қызыммен келетін. Мынау тапжанда отыратын болатынбыз. Хауарт болғандай. Ол отырады, мен басым сөйтіп қойыппыз. Романтик болатынбыз ғой. Ностальгия болып тұр, кайф болып тұр. Бір осы тау төмпешік сияқты. Төменге түссең кете бересің. Жоғарға шықсаң өйстіп отырасың. Мам, какая красивая девушка. Модель. Бірақ қалып поход кір кетті. Не дейсің? Дұрыс тикток түсіріп. Тиктокер да. Та-дам! Кімге пранк жасаймыз и не үшін? Короче, Айдана жақында осыдан 1 апта бұрын автокөлік алған. И мен көрімдік вообще берген жоқпын. Уақытта бөлген жоқпын. Неге? Хотя бы 1000 теңге көрімдік берген, потому что я решила ей подарить iPhone Pro Max
12, потому что өзінің телефоны уже старый, сынып, бычыт болып кеткен. Короче, я вот купила iPhone Pro Max 12, я ее упаковала. Вот, она купила такую вот машину. И Айдана кассам, пранжа сайтлом, и тебе наш рукам полностью отходит. Өзің едің тілегімде жар боп тондың жүрегімде. Айдана ренжімейді. И мен, типа, ни в чем не бывало, келем қазір. Привет, жаным, қалай барлығы жақсы ма? Мен кеше түнімен ауырған болатынмын, кішкене түрімнен көрініп тұрған шығар да. Сол қазір үйдемін, сол белгілі себептерге байланысты аузымды бекіте алмадым. Сол себепті кухняда отырмын, және де егер де сұрақтарыңыз болса, үйде болғандықтан сұрақтарға жауап беріп отырайын, қызықты сұрақтар болса. Сол, ал күндеріңізге сәттілік. Джеманы қолданып көрсеңіз болады, тоже әжімге де әсер етеді деп айтылады, бірақ өзімде әжім болмағандықтан ондайға қолданып көрмеппін, шыны керек. Но бүкіл әнші, актриса, жүргізуші, бүкіл танымал әйелдердің барлығы осын қолданып жатыр, әсері де жақсы. Сізге басқаша сияқты болып көрініп тұрған жоқ, шынымен де басқаша. Алдын айтып едім осы қидырғаннан кейін кекілімді салонға басқаша қылып тастады. И вот, қазір осында болып қалды. Бір түрлі. Қазір мынандай бір жақсы идея болып тұрды. Өзім ауыз бекіте алмағандықтан, ауырып тұрғандықтан. Бүгін кешкіге бір оқырманды ауыз бекіткен, ауыз ашуға шақыртсам бұйырса. Кешкіге жүре алатын, мынандай 18 жастан асқан, енді өз-өзіме жүре алатын оқырмандар болса, ниеті бар, маған жазсаңыздар болады, өздеріңіз туралы ақпаратты Алматы қаласынан осы жерге қазір дайректке жазып қойыңыздар, өзім бір оқырманды таңдап кешкіге шақырайын. Ал достар, ауызашар қабыл болсын. О, моя! Что с машиной? Қарап отыр. Кім қарап отыр? Бос болады. Мынаны ішінен ақып кеткен ғой мынаны. Я сделала! Я против. Ашыласың ба? Я думала, сен жылайсың деп ма? Это тебе. Да. Да. Жылағың келіп тұр, еще айтамын. Да, это тебе. Секундік. iPhone Pro Max 12 200. Машина грузит. Реально 30, прикинь. Я сейчас... Серёж, мама ойнатасың. Нормально адамдар мынандай тропинкмен, жолмен келеді, мына Заринаны қараңдар. Қаяқпен келе жатқанын білмеймін. Қаяқтан шыққан бәлесің сен? Бой. Енді жез қазғаннан кейін ғой. Кішкене енден үйреніп жатыр Алматыға. Бакасталды дейсің ғой. Ох, не, аналардың құшақтасқаннан қорқу керек қой, Агуша қайда қалды? Көрме, ана мен әшейін құшақтасты да. Агуша қайда қалды? Тым көрмеген оны көрші. Тым жоқ шығар, Белка деген дәріс. Сүріп ал. Кәнмін. Бергеле, ақша берем. Өтті. Берге, ақша берем. Боше, 3-ші сторис кетіп отыр. Ой. Берге, ақша берем. Мә. Ой, қачық. Өмір деген гироскутер сияқты. Ай алмасаң ампет қойсын. Чота. Өмір деген мынау мороженое сияқты. Бүйтіп аламасаң, дым жоқ саған. Сол үшін мороженеңді алып жүріп ал. Бұл жапырақ. Бір жапырақ үшін жылай өрмеңдер.
Бәлә. Не болды? Осы аңырса аяғы баушы отырмайса. Бәлә. Болды еш, құры. Мен дұрыс адам деп ойлап жүрмін ош. Бір. Осындай керемет пейзажда. Чоттам! Ауыз ашайын деп жатыр. Керемет. Артында қарындаш қандай әдемі. Анда необычно, американецтер ұқсап отыр. Қабыл болсын. Қазақстанда ешқандай блогер осыдан телефонда тыққан жоқ. Мен бармын ғой. Уйбай. Ауыз ашарға да аз уақыттар қалды. Айтқанымды орындадым, қонақтарды таңдадым. Қазір келетін шығар, бұйырса күтіп отырмыз, келе жатырмыз деп айтты. Біз Жана екеуміз осы ақыр столдар жасатып жатырмын. Қазір қонақтар келеді. Қонақтарымды күтудемін. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Сау жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Қазір келген кезде тағы да сіздерге көрсете жатармын. Ал ауызын ашып жатқан жандар ниеттеріңіз қабыл болсын. Бізде уже қонақтарымыз келді. Танысып қойыңыздар. Аяулым, еще Айгүл деген ханым. Вот уже бір баласы бар екен. Қазір бізде уже танысып, әңгіме дүкен болып жатыр. Рахмет Диана. Өте күшті отырыс болды. Қазір ғана қатты қуанып отырмын осындай оқырмандардың барына. Ол борныға кетті қазір барлығы. Да, вот Бөпенжу. Вот аяулым келді. Еще маған мына жақта екі оқырманның да сыйлықтар алып келіпті. Қазір үйге барған соң көрсететін боламын. Сол, қазір енді қайтамыз. Жиналып жатырмыз. Фото видеоға түсіп сосын қайтатын боламыз. Күшті болды енді. Әңгіме де күшті болды, барлығы күшті болды. Келесі жолы тағы да шақырамын. Все, уже үй жаққа келдік. Қалай болды, Диана? Күшті. Керемет қыздар екен. Иә. Айбат, қыздар екен, әдемі әңгіме болып, бір прям серік күшті топ қайтып баратыр. Қазір жаққа келдік. Сол. Сіздерге айтқанымдай сыйлықтарымды көрсетіп бастайын. Уже үйге келдім. Бірінші ол аяулым деген қыздан вот осындай кітап. Куриный бульон дедім. Ішінде, короче, мотивацияға арналған неше түрлі барлығы бар деді. Вот, уже неше түрлі жазылып тұр. Еще плюс шоколад болған, оны Бағдәулет алып қойды. Ал екіншісі Айгүл ханымнан. Вот мынандай. Вау, қараңыздар, әдемі да? Рахмет, көп күшті отырыс болды. Күшті күн болды, күшті әңгіме айтып, сергіп қайттық. Бречки тепшки бәтіңке. Оу, бречке, шауып келсін барып кел. Оу, бречке,